Кешқұрым жұқалтаң ала қар басқан даланы ескілеу УАЗ 469 кезіп келеді. Көліктің біресе оңға қарай, біресе тоқтап қайтадан басқа бағытқа түсуі ішіндегі жүргізушінің адасқаннан хабар бергендей, айтқандай-ақ ауыр көліктер тілгілеп тастаған жолдың біріне түсіп кетті ме, көлік салдыр-гүлдір етіп секіріп-секіріп түсті де үні өшті. Көліктің рөлінде отырған адам ырс-ырс етіп түсті де жан-жағына көз жүгіртті. Бұл Қайырқан еді. Көп жылдар ауданда нұсқаушы болып істеген. Ту дегенде түкірігі жерге түспеген, шашал десе бас алатын нағыздың өзі еді. Қазір зейнетке шығып, ауылдағы ағайынға қосып қойған малынан хабар алмаққа шығып еді. Шайтан көзін байлағандай жолдан шығынып кетіпті. Адасқанда оңбай адасты. Мына тұстар мүлдем көрмеген жерлері тіптен таныс емес. Жан-жағын барлап, көзі ауырғанша үңілсе де ештеңе көрінер емес. Тіпті бір жылт еткен жарық болсайшы. Алыстағы мал ауылдарда шаруа қожалықтарына дейін электр жарығы бар 21 ғасырда бұл айналада жылт еткен жарықтың болмауы мұны таң қалдырды. Шынымен соншалықты алыс кеткенім бе? Дұрыс жүрген сияқты едім ғой. Шайтан көз байлады дегені рас болғаны ма? Деп таң қалып барып көлігін от алдырмақшы болып еді, бір рет гүр етті де үні өшті. Кілтті қанша бұраса да сол ғыж-ғыждан аспанды. Бұл қорбаңдап көліктің үстіне шығып жан-жағын қарағысы келген. Мініп енді тікей берген сол еді, аяғы тайып кетіп жерге құлады. Содан есінен танып кетті. Гүрілдеген көліктің үніндей дауыс келді құлағына. Одан қалса мұрнына әдемі пісіп жатқан сүр еттің иісі келіп тұр. Бұл қозғалақтап көзін ашты. Өткір жарық көзіне ауыр тигесін қайта жұмды. Көзін зорлана сығырайта ашқанда бір үйде жатқан сезді. Бір қызыл ала бұлыңғыр солба бұған жақындап үңіліп, «Су ішесіз бе, қалайсыз?» деп нәзік құлаққа жағымды дауыспен сұрады. Бұл жауап беруге ерні жуыспағасын көзін ашып жұмды. Әлгі келіншек басын сүймеледеп отырып, ашқылтым көже ұрттатып, маңдайындағы майлықты сулап жауып еді. Қайырқанның көзі жарқ етіп ашылды. Иә, үйде бөлмеде жатыр, жып-жылы талғанмен төселген, әсем жабдықталған орташа ғана бөлмеде жатыр екен. Қайырқан әлгі ұрып ауызға салғандай қазақы нақышпен киінген келіншекке, «Қарағым-ай, бұл қай ауыл, кімнің үйі? Қай баласың?» дегеніне жас келін, «Бұл ауыл емес. Қой аға, қазір үлкендерді шақырайын» деп жеп-жеңіл тұрып жүргені білінбей шығып кетті. Қайырқанды тағы ой қысты. Ауыл емес нес? Құдай-ау, мен қайда тап болдым? Бисмилля, бисмилля. Не болып кетті мынау өзі деп ерін жыбырлатып болғанша қолында пластмас мылтығы бар 5-6 жасар бала жүгіріп ішке кірді де, Қайырқан біздің жауымыз, біз оның үрім бұтағынан кек алуымыз керек деп ұрандатып бөлмеде атқа мінгенде шапқылап жүр. Соның артын ала орта жастан асқан әйел адам кірді де, «Сәлем бердік аға, қалайсыз, жақсысыз ба?» деп қасына жақындап жүрелеп отырды да, «Қозғалмаңыз, қазір күйеуім келіп ұстап байқап көрсін. Сол біледі, сынған шыққан жеріңіз болса» деп мұны жайландырып қойды. Қайырқан, «Қарағым-ау, күйеуің кім? Кімсіңдер? Мен қайда, кімнің үйінде жатырмын өзі?» деп мазасыздана бастап еді. Үстінде қазақы бешпеті, аяғында мәсі, басында домалақ бастырма бас киім, 47-50 шамасындағы жігіт кірді. Бешпентінің етегінің астынан ұзын мүйіз сапты сапы пышағының шеті көрініп тұр. Бұл кісінің жүзі соншалықты таныс көрінді. Тек кім екенін есіне түсірер шамада дәл қазір Қайырқанда жоқ еді. Ер кісі жақындағаннан әйелі ысырылып кейін кетті де, жарға таман жайылған оюлы көрпешенің шетіне жүресінен отырды.
Ер кісі пышағын суырып мұның бетіне таман жақындап келді де қасындағы кесеге пышақты батырып алғасын кеседен аузын толтырып бір ұрттады да бұның бетіне мол қылып бүркіп жіберіп: «Бисмилля, кет малғұн, қаш малғұн» деп қатты айтып қалды. Қайырқанның санасы жарқ ете қалды. Судан шошынғаны сонша жатқан жерінен көтеріліп тікейіп отырды. Сәл басы айналғандай, көзінің алды қызылда жасылда болып елестегендей күй кешіп қайтадан көпшікке құлай кетті. Ана кісі қалған суды тағы бүркіп жіберіп: «Қорқатын түк жоқ, уақытында жетіппін. Құлаған жерінде тағы біраз жатқанда шайтан әбден иектеп алатын еді. Онда келеге келуің қиын болар еді. Ештеңе етпес, қазір өзіңе өзің келдің» деп орнынан тұрып әйеліне қарап: «Беті қол жуатын су дайындаңдар. Ас суларыңды осында әкеліңдер. Әзірше бір кесе ешкінің сүтін беріңдер. Тіктеліп отырып шай тамағын ішсін» деп шығып кетті. Келесі бөлмеден кесемен ешкі сүтін әкелген әйел бұның басын көтерді де сүт ішкізді. Содан бұл әл жинап сергіп қалғандай болды. Тікейіп отырып ет, қолында құманы мен легені бар жаңағы жауға шапқыш кішкентай кіріп, бұның қолына су құйды. Бұл адамдардың қас емес екенін білгесін бұл жайлана бастады. Сол арада шай стол қойылып, әдемі күліңкі дастарқан жайылды. Жас әдемі келіншек буын бұрқыратып тас құманмен шай әкелді. Қайырқан дастарқандағы тек қана қазаққа тән ас дәмге қарап ішінен 19 ғасырға өтіп кеттім бе деп те ойланып үлгерді. Бірақ бөлменің ішіндегі соңғы үлгідегі теледидар, электр жарығы, қабырғадағы жылы батареясы ол ойын жоққа шығарды. Сонымен әлгі еркек әйелі кішкентай тентек, шетте шай құйып отырған келін бәрі дастарқан басына жиналып шай ішуге кірісті. Қайырқан: «Шырақтарым, көңілді күпті қылмай айтыңдаршы, мен қайдамын? Сендер кімсіңдер? Неткен жансыңдар? Жалпы мен өлімім бе, тірімін бе? Мен адасып кетіп, машинадан құлап бара жатқаным есімде. Қалғаны қараңғы, мұнда кім әкелді мені? Қалай келдім?» деп асығыс, бірақ жуасыған үнмен сұрап отыр. Ер кісі сөзбен бастады: «Тірісіз, Қайырке, тірісіз. Қорықпаңыз. Машинадан құлаған жеріңізден мен тауып алып, осында үйге әкелдім. Бұл Қара Түлей деген жер. Сіздің ауданнан Шалғайратқа қалай адасқаныңызды қайдан білейін? Бірақ сізді мұнда әкелген тағдыр. Сіздің бұл өмірге үлкен берешек қарызыңыз бар. Сол әкелді сізді мұнда» дегенде, Қайырқан аң-таң кейіпте дастарқан басындағыларға кезек-кезек қарап шықты. Тани алмады. Мына сөйлеп отырған еркек біреуді емес, еміс есіне түсірді, бірақ жыға танымады. Ер кісі сөйлеп отыр: «Ие аға, осы өмірде қарыз болғанда үлкен қарыз бар мойныңызда. Содан тазармасаңыз, өзіңізге ол жақта, ұрпағыңызға бұл жақта қиын болады. Соны білген жасаған ием бүгін сізге менің дастарханымнан дәм бұйыртып отыр. Бұл өмірде еш нәрсе кездейсоқ болмайды. Бәрінің себебі, бәрінің жауабы бар. Соның теңестірмей Алланың жүзін көру жоқ». Аң-таң болып отырған қонағын сабырға шақырып, ер кісі сөзін жалғады: «Басыңызды қатыра бермеймін. Жомарт деген алыстау ағаңыз есіңізде ме? Сол ағаңызды аздап ішіңкіресе де сөзінің уаты бар деп ағайыны сыйлайтын еді. Сіз ауытком болсаңыз да халық оған көбірек деп қоятын, айыбы малы жоқ тақыр кедей еді. Неге екенін кім білсін, сіз соны өзіңізге бәсекелес қылып алыпсыз. Қайтсем соны сөзден сүріндіремін, ел алдында масқаралаймын деп тыраштадыңыз. Одан кім ұтылды, кім ұтты, оны Алла біледі. Есіңізде ме, ол біраз жыл жұмыссыз болды ғой. Біздер жаспыз. Ол сізден көп көмек дәметкен еді.
Қанша айтқанмен көз көрген жандарсыздар. Бірақ сізді не иектеген кім білсін? Сол ағаңызды мұқатқанша, езіп, жаншып тастағанша тыным таппадыңыз. Келеке қылып мазақ еттіңіз. Араңызда болған соңғы әңгімеде не айтылған білмеймін. Мен ол кезде 14-15 жасар баламын. Інім тіпті жас еді. Бірақ сол әңгімеден әкем, иә әкем, сол жомарт менің әкем, мынау соның шаңырағы. Сол әңгімеден соң әкем бір аптадай үндемей жүрді де, ешкімге ләмдеместен осы ойға қарай көштік те кеттік. Иә, ол кездегі көрген қиындықтарымызды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Былай қарасаң, ел ішіндеміз. Сол қазағымның арасы, бірақ бізге жанашыр адам табылмады. Осы ойға келіп біреудің малын бағып күнелттік. Қаңғыған тексіз кірме ағайыннан ада қалған атандық. Айдалада отырғанымызда әкем де, мен де малда жүріп үйден алыстап кеткенімізде таптал түсте киікке шыққан еріккен бір қаскөйлер шешемізді масқаралап зорлаған. Анасына араша түскен кішінімді өлімші қылып сабап естен тандырған. Анам сол өлгенше сізді қарғап кетті. Інімнің содан есі жиналмады. Ақыры былтыр қайтыс болды. Өлгенше айтып кеткені, Қайырқан біздің жауымыз, ұрпағынан кек аламыз деп кеткен мына тентек соңы жаттап алған. Айта берсек, сіздің сол бір ағаңызда деген белгісіз қыжылыңыз біздің отбасымызға көп қиындық әкелген, деп еркісі сөйлеп отыр. Қайырқан сөйлеп отырған адамның аузына қарап үнсіз қатып қалған. Иә, мынау сол жомарттың сөз саптасы, дәл сондай қимыл, дәл солай сөйлеу мәнері деп ойлап отырып өзі де ойға шомып кетті. Иә, ол кезде Қайырқанның тасы өрге домалап тұрған кезет. Тек сол бір жомарт деген ағасы болмаса, ағай дейтіндей екі туып бір қалған емес, тек рулас демесең. Бірақ сөзі мірдің оғындай, кітапта жазғандай қылып сөйлейтін. Алып бара жатқан қастығы болмаса да, бұл соны өзінен төмен санап, мұқатып ұстағысы келген жұрт соның аузына көп қарайтын көре алмады ма, әлде мен ауытқымын деген сасық көкірегіне нан пісті ме, әйтеуір соны аяқтан шалғысы келген. Иә, сол бір кеште екеуі сөйлескенде қалай? Негізінен ол сөйлеген, бұл біріне мән берсе, біріне мән бермеген. Жұмыс сұрай келіпті. Бұл жарайды көрерміз деп керінген. Бұл өзіне риза болып отырған. Міне көріңдер, мен қандаймын, жұрт осыны әулие көрет, ал бұл менің алдымда мұқтаж болып отыр. Көріңдер, ал әулиелеріңді керек болса қаңғытып жібермеймін бе, деп өзінен өзі құтырған. Содан үнсіз жоқ болып кетіп еді. Бұл жоқтап әуре болмаған. Түбі осылай болған екен ғой. Еркісі сөйлеп отыр. Сол зорлықтан түбі оңбай анам кетті. Ана қаскөйлердің түбіне қайтсе де әкем жетті. Тауып алып осы түлейдің ішіне кіргізіп, өзі де қаскөйлер де тірі шықпады. Құдайдың қарасқаны шығар, мағанда мал бітті. Қазір міне 500-ден астам түйе, жылқының 1000-нан асқан білем. Ұсақ малда бас шығар, санын кім білсін. Үлкен ұл отбасымен қалада, өз алдына кәсібі бар. Ортада 2 қыз бар, олар да сол қалада тұрмыста. Мынау кіші келін демалысқа келген, ертең қаласына қайтады. Мына тентек үлкен ұлдың баласы. Көршіде жалдамалы малшылар бар, отбасылы жандар. Ауылдан жұмыс таппай осында қалып кеткендер. Осылай күн көріп жатырмыз. Әйтеуір ептесіп деп үнсіз отырды да басын көтеріп. Сіздің келетініңізді білгем. Әкем айтты. Өткенде бір түсіме кіріп аян беріпті. Кек алушы болма, қиын жағдайда алдыңа мүсәпір күйінде келет. Сыйлап жібер. Санасы оянсын. Сыйлап жібер деп ұзап кетті. Бағана кеш түсе
Алабай итім аттың шылбырына жабысып, сіз құлаған жаққа ұмтылған. Бір нәрсе болдау деп барсам, осыдан 15 шақырымдай жерден сізді таптым. Қалтаңызды қарап, құжаттарыңызға қарасам, сіз екенсіз. Әкемнің аяғында сізді меңзегенін түсіндім. Сіз болсаңыз да, басқа болсаңыз да, далада қалған адам мүсәпір. Оны құрметтеу қазаққа міндет. Сондықтан жайланып отырыңыз, қонып жатыңыз. Бұйырған малыңызды қазанға салдық деп жеп кетесіз. Мен әкемнің аманатын орындауым керек. Ал мына әңгімеге, осы оқиғаға қандай баға бересіз, өзіңіз қарарсыз. Тек бір нәрсені біліңіз. Біздің отбасымыз сізді кешірді. Сізде бізде кешіріңіз. Көңіліңізді босатыңыз. Әйтпесе, соның зобалаң болады. Ұрпағыңызға қиын түседі деп әңгімесін аяқтады. Қайырқан үнсіз төмен қарап ұзақ отырды. Кеуде тұсы шаншыды. Былтыр өзінен кейінгі інісі аяқ астынан өлгенде осылай бастаған, содан бері жүрек сыр беріп жүр. Не дерін білмей ұзақ отырды. Күрсінді. Жүрегі лобылып құсқысы келгенде жан-жағына қарап отырды да, тысқа шығып келейінші деп тіпті дастарханға бата жасағанда жоқ, орнынан тұрып кетті. Кішкентай бала еріп шығып түзге шығатын жаққа ертіп бармақшы еді. Бұл өзім табам деп қайырып жіберді. Гүрілдеп тұрған тоқ беретін құрылғы екен. Жан-жақтың бәрін жап-жарық қылып қуатты прожекторлар жарқырап тұр. Түнгі аспанда жапырақтай жұлдыздар самсап тұр. Алдындағы қалың мүлгіген сексеуіл орманы түлейдің үстіңгі жағында жартай салбырап ілініп тұр. Бұл қалың түлей орманды бағыттап келеді де тізерлеп отыра кетті. Қыстығып отыр, көкірегі удай ашып барады. Жыласа жеңілдейтінін білет, бірақ жас шығар емес. Қиналып отыр. Аз кем отырғасын, түлейде соққан жел жан сергіткендей болғасын, түзге шығып болып үйге қайтып кірді. Қолын жуып жайғасып отырып, «Иә, інім, кінәлімін. Өзімде түсініп жүрмін, өкініп жүрмін. Бірақ қайтарым жоқ. Айтқан сөз атылған оқ кетті, оралмайды. Білесің бе, інім, сол соңғы әңгімемізден соң Жомарт кетіп қалғасын арадағы әңгіме жария болды. Мен байқамай әйеліме мақтанып, ол менің алдында мүсәпір болды деп, ол тағы біреуге айтып, менің байым керім деп, қойшы әйтеуір менің сол қылығыма ел құлақтанып алғасын жұрт маған бір жүрекке тиер нәрседей қарайтын болды. Иә, маған шаруасы түскен немесе түсетіндерге бұрынғы сол жалған абыройымда қалдым ғой. Бірақ та шындығына келгенде жұрттың сені жаратпайтын білуде азап екен. Деп төмен қарап тұнжырап Қайырқан отыр. Өте бір пұшайман күйде отыр. Жазығы жоқ Жомартты жаншып тастадым десе де, бүгін соның табалдырығынан төмен күй кешіп отыр. Иә, құдіретті күшті Құдай, не жаздым деп абайсызда сұрақ қойып қалып едім, көзіме көрсеттің-ау. Алдыңғы жыл жазылмас аурудан әйелім кетті, үзілерінде. Қайырқан, қырсықсыз кет, қарызыңды өтеп кет дегенде, дүкендегі оны-мұны қарсы шығар деген, былтыр авария болған інісі жан сақтау бөлімінде жатқанда, бұған қарап, қарызыңның құрбаны боп барам деген. Бұлардың бәріне не болды деп жүргенде, бұның кенже баласы 25-тен асса да үйленбей арақ ішіп жүр. Қит етсе ішіп алып өзіне шабады. Сен қарызға батқансың, өтеуің біз өтейміз, түн баласы сенің қарызың келіп қылғындырады. Сосын мен ішпегенде кім ішеді деп ашуланады. Қайырқан бәрін түсінді. Бұл өмірде азғантай ғана ағаттық дегенмен, ол ағаттың біреудің өміріне зор ықпал етуі мүмкін екен. Егер сол ықпал теріс ықпал етсе, ол шағылсып кері өзіңе соғатын анық екен. Қайырқан жұдырығын қан шыққанша тістеп тастады. Басын көтеріп, сонда мен өмір бойы арқалап кетем бе сол бір күнәмді? Менің бала шағамның не күнәсі бар? Не істей алам?
Жомартты қайта тірілте алмасам анық. Не істейін? Ол мені кешіру үшін не істейін деп ебіл-себіл болып отыр. Біраз үнсіздіктен соң Жомарттың баласы, ағасы ол жағын айта алмаймын. Бір-бірлерім ағаңыздың жаны жай таппай аласұрып жүр. Бұл өмірден өтсе де ол жаққа да бара алмай, бұл жаққа да келе алмай сандалып жүр. Жаны жай табар емес. Сол жағдай сізге де ұрпағыңызға да қырсық болып жабысып тұр. Ойланыңыз, бір шешімі бар шығар. Дұға қылыңыз. Жаратқан ием бір жолын көрсетер. Көңіліңізді босатып, жеңілдеңіз. Ал әзірге сізге бұйырған дәмнен ауыз тиін, деді де, әкеліңдер дегенде ишара жасап еді. Әуелі баяғы тентек құман мен суын жеткізді. Іле-шала әйелі үлкен жайпақ табақпен үстінде қойдың басы бар ет әкелді. Келін басқа арналған тәрелкі мен пышақты бөлек алып кірді. Үлкен асты үнсіз жеді десе де болады. Тек бағанағы тентек орнынан ұшып тұрып, Қайырқанның алдына отырып алды да, ата, сен мас емес екенсің ғой, я? Мен сені құлап қалған мас шығар десем, сен мас емес, жақсы ата екенсің. Енді мен сені ата дейтін болам дегенде, Қайырқанның көкірегінен ащылау күрсініш шықты да, жеңілдеп қалғандай күйге түсіп, жүрегі жылыды. Өзінің кенже баласын сағынды. Ол да ылғи осылай алдына отыратын. Қайырқан алдындағы баланың басынан сипап, «Иә, балам, мен жақсы атаңмын. Мен сауалап қалдым. Енді мен сені атаң болам» дегенде, көзінен баланың басына 2-3 тамшы жас тамып кетті. Астан соң Жомарттың баласы күңірентіп Құран оқи бастады. Оқылған Құран Қайырқанның құлағына жағып, әдемі әуенге елтінгендей болып балқып бара жатты. Тек сырттағы тоқ беретін құрылғының дауысы гүрілдеп естіліп тұр. Қайырқан селк етіп оянды, көзін ашты. Күн жап-жарық. Бұл уаздың ішінде отыр, машина гүрілдеп қызып тұр. Ауданға кіреберісте тұр екен. Бұл өң мен түсті ажырата алмай, азырақ дел сал күйде отырды да, үйге жетейін. Сол кездерден қалған көз көрген ағайынның алдында сырымды ашайын. Жомарттың рухына молдаға Құран оқытып, бір мал садақа таратайын деп үйіне жетті. Ауладан кіргеннен үлкен ұлы жүгіріп келді. Папа, қайдан келдің? Телефоның өшік тұр. Кеше мал ауылға кеттім деп ең, онда бармапсың. Есесіне ондағы аға бір малды алып өзі келді. Сен садақа берем деп айтты деп. Папа, тыныштық па? Бет-жүзің шаршаңқы ғой. Садақа неге бермексің? Келіннің ойынға қатысып қымбат көлік ұтып алған естіп қойдың ба? Деп бастырмалатып жатыр. Қайырқан, баламай, аман болсаңдар болар. Садақа берем. Ертеректе кеткен Жомарт деген ағама арнап берем. Немене? Келін бірдеңе ұтып алып па? Жақсы болған екен. Игіліктеріңе жарасын, деп өз ауласын өзі жаңа көргендей болып тұр еді. Қолында жарты шөлмек арағы бар кенже ұл келді. Папа, Жомарт деген таңда менің бетіме пышақ салған суды бүркіп оятып кеткен кісі ме? Қызық. Папа, менің араққа тәбетім жоқ. Сол су бүріккенде шошып ояндым. Тұрып мына арақты ішейін десем іше алмаймын. Бағанадан жүрмін. Құрсын қоқысқа тастайын. Сосын моншаға түсейін. Қою керек екен. Белогорячка деп болып кетермін. Айтпақшы, папа, ана су бүріккен кісі, сен арақ ішпе, сенің қарызың жоқ. Енді сен арақ ішпейсің деді. Мен енді арақ ішпеймін папа? Дегенде Қайырқан кіші ұлын емірене құшақтап жылады. Иә балам, ішпе. Ол су бүріккен сенің ағаң, менің ағам, менің тілекші ағам, балам. Мен оған қарыздар екем. Енді түсіндім балам, деп кең ауланың ортасында жылап тұрды. Әңгіменің соңы. Оқиға ойдан шығарылған кез келген сәйкестік кездейсоқтық деп қабылдаңыздар. Еш нәрсе өмірде кездейсоқ болмайды. Сондықтан сәл ағат кетіп, біреудің көңіліне орынсыз қаяу салудан аулақ болайық.
я жаратушы жасаған ем. Бір Алла, біліп білмей жасаған күнәларымызды кешіре көр. Автор Кенжебаев.